Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз 25-ші емтиханның шешуін шығарамыз. Тақырыбымыз кинематика, динамика. Бірінші есеп. Денеге көлденең 150 ньютон күш әсер етеді. Массасы 30 килограмм болса, үдеуді табыңыз. Үдеудің формуласы Ньютонның екінші заңы бойынша күштің массаға қатынасына тең. Яғни 150-ді бөлеміз 30-ға 5 метр секунд квадрат болады. Екінші есеп. Суретте көрсетілген тегіс беттегі дененің үдеуін табыңыз. Денеге оңға қарай 40 ньютон, солға қарай 10 ньютон. Жалпы алғанда оңға қарай 30 ньютон күш әсер етеді. Дененің массасы 5 килограмм, демек үдеу екінші Ньютонның заңы бойынша 30 бөлінген 5, яғни 6 метр секунд квадратқа тең. Массасы 80 килограмм адамның 4 метр секунд квадрат үдеумен төмен қарай қозғалатын лифттің ішіндегі салмағы қандай? Лифт төмен қарай қозғалып барады. Демек, адамға керісінше инерция күші әсер етеді жоғары қарай. МА деген. Төмен қарай ауырлық күш МЖ әсер етеді. Сол кезде оның салмағы МЖ азайтылған МА болады. Яғни 80 көбейтілген 10 азайтылған 80 көбейтілген 4. Бұл 800-ден 320-ны азайтсақ 480 ньютон болады. Төртінші сұрақ. Массасы 5 килограмм дене горизонтал бағытта 30 ньютон күштің әсерінен көлденең бетте қозғалады. Дене мен беттің арасындағы үйкеліс коэффициенті 0,4-ге тең екендігі белгілі болса, дененің үдеуін анықтаңыз. «30 ньютон күш денеге әсер етіп отыр. Оған қарама-қарсы бағытта әлбетте қозғалысқа керісінше бағытта үйкеліс күш әсер етеді. Үйкеліс күшінің формуласы қалай еді? Үйкеліс күші мю n-нан кіші немесе тең. N болса бізде бұл жағдайда ауырлық күшіне тең. N тең болады mg. Яғни ауырлық күші 50 ньютонға тең. Сонда үйкеліс күшінің күші кіші немесе тең 0,4 көбейтілген 50, яғни 20 ньютон. Үйкеліс күшінің максималды мән 20 ньютон екен, ал күш 30 ньютон. Демек, бұл зат қозғалады. Енді оның үдеуі неге тең болады? Жалпы күш, ол мұна F-тен үйкеліс күшін азайтқанға тең, оны массаға бөлеміз. 30-дан 20-ны азайтсақ 10 болады, бөлеміз 5-ке, жауап 2 метр секунд квадратқа тең. Енді келесі жағдайда 10 ньютон күш әсер етеді. Тура жаңа алдындағы есеп. Бізде үйкеліс күшінің максималды мәні 20 ньютонға тең, бірақ күшіміз 10 ньютон. 10 ньютон күш бұл затты орнынан қозғалта алмайды. Себебі ол үйкеліс күшінің максималды мәнінен азырақ. Сол үшін үдеу 0-ге тең. Және де келесі есебіміз 40 ньютон күш жоғарыға тартады. Мына жерде Т неге тең болады дейді. Т. Керілу күші. Біріншіден ауырлық күштерін есептейік. Мұнда 10 ньютон ауырлық күші бар. Мұнда да 10 ньютон ауырлық күші бар. Жалпы үдеу неге тең болады? Бұл жүйе бірге қозғалып бара жатыр ғой. 40-тан 10-ды азайтамыз, одан да 10-ды азайтамыз. Тең болады. Жалпы массасы 2-ге тең көбейтілген үдеу. 20 тең болады 2А. Үдеуі 10 метр секунд квадратқа тең екен. Ал енді мұна керілу күші екінші денені жоғарыға тартып бара жатыр. Демек, Т азайтылған 10 тең болады 1 көбейтілген, оның үдеуі 10-ға тең. Яғни керілу күші осы теңдеуден 20 ньютонға тең екендігі белгілі. Жақсы, енді 7-ші есебіміз. Бірінші дененің массасы 10 килограммға тең, екінші дененің массасы 40 килограмм. 400 ньютон күш төмен қарай тартып отыр.
жүйенің өдеуін табыңыз, үйкеліс жоқ дейді. Осы жүйені тартып атқан күш 400 ньютон, 400 ньютон күш тартып атыр. Жүйенің салмағы массасы неге тең? 40 қосылған 10, яғни 50 килограмм көбейтілген үдеу. Үдеу неге тең? 45-ке бөлсек 8 метр секунд квадратқа тең. Келесі күшіміз төменгі дене, жоғарғы дене суретте берілген. Жоғарғы дененің массасы 3 килограммға тең, төменгі дененің массасы 7 килограммға тең. Денелер арасындағы үйкеліс коэффициенті 0,5-ке тең. Ал енді дене мен беттің арасында мына жерде үйкеліс жоқ, денелердің өдеуін табыңыз дейді. Мына денеге артқа қарай керілу күш әсер етеді. Сонымен қатар мына жерде екі дененің арасынан үйкеліс күші бұған кері әсер етіп отыр. Үстіңгі денені қарайық, ол былай қарай қозғалып жатыр. Сол үшін оған үйкеліс күші керісінше бағытта әсер етеді. Екеуі де бірдей өдеумен қозғалады, себебі екеуі бірдей жіппен байланған. F азайтылған F үйкеліс азайтылған T тең болады MA-ға. Жоғарғы денеге T азайтылған F үйкеліс тең болады MA-ға. Екі теңдеу жаздық. Енді үйкеліс күші неге тең? Бұл жерде қозғалып жатқандықтан миу n-ға тең, ал n, мына жердегі жоғарыдағы n, ол mg-ға тең. Миу mg. Жақсы. Енді осы екі теңдеуді қайтадан жазайық. F дегеніміз ол бізде 200 азайтылған үйкеліс күшін тауып алайық. 0,5 көбейтілген 30, яғни 15 ньютон. 200 азайтылған 15 азайтылған T тең болады 7A. T азайтылған 15 тең болады 3A. Екеуін қоссақ T'дан құтыламыз. 200 азайтылған 15 азайтылған 15 ол 170 болады. Мұнда 7 қосылған 3 10 көбейтілген A болады. Сонда үдеу 17 метр секунд квадратқа тең. Жақсы, енді келесі ең соңғы есебіміз осы тақырыптағы бұл. Мына жерде мына жіптің керілу күші T болсын. Мына жіп ол мынаны да кері қарай итеріп жатыр. Және де мына жіп екеуі бір жіп. Үйкеліс жоқ бұл есепте. Демек, қарайық. Жоғарғы дене үшін жазамыз. T тең болады M2A2-ге. Төменгі дене үшін T тең болады M1A1. Және де мына ең астыңғы дене үшін mg азайтылған 2T тең болады MA. Енді үдеулердің біз қатынасын табу үшін біз мына жіптің сақталу заңы деген нені қолданамыз. Мына жерде бізде мына ұзарып бара жатыр, мына жіптің ұзындығы ұзарып барады. Екі жіптің ұзындығын бір-біріне тең деп, екеуінде x деп алайық. Ал мына жақта жіптің ұзындықтары мына x2 десек, x1 десек, бұлар керісінше кіші азайып бара жатыр. Мынаның ұзындығын x2 дейік, мынаның ұзындығын x1. Жіптің жалпы ұзындығы неге тең? x1 қосылған x2 қосылған 2x. Бұл жіптің ұзындығы уақыт өте келе өзгермейді. Демек, дельта x1 бөлінген дельта T қосылған дельта x2 бөлінген дельта T қосылған 2 дельта x бөлінген дельта T нөлге тең. Яғни жылдамдықтар v1 қосылған v2 қосылған 2 v тең болады нөлге. Бұны тағы уақытқа бөлетін болсақ, минус A1 болады, себебі бұл керісінше қарай бағытталған ғой. Жылдамдығында керісінше дейік. Яғни жылдамдық керісінше, себебі бұның координатасы азайып бара жатыр. Минус A2 қосылған 2A тең болады нөлге. Енді осыны осы жерге теңдеудің орнына қояйық. 2 көбейтілген A дегеніміз ол mg азайтылған 2T бөлінген m-ға тең. A1 дегеніміз T бөлінген m1, A2 дегеніміз T бөлінген m2. Жақсы, сандарды қойық орнына. 2 көбейтілген mg дегеніміз неге тең? 80 азайтылған 2T бөлінген m8-ге тең. T бөлінген 2 қосылған T бөлінген 4
екеуін қысқартып жіберейік. Мына жерде 4 болады. Мынаған да 4-тен берейік. Сол кезде 80 азайтылған 2t тең болады 3t-ға. Астындағы 4-тер қысқарып кетеді. 80 тең болады 5t. Т бізде 80 бөлінген 5, яғни 16 ньютон болады. Сонда бізде мына үлкен дене м дененің өдеуін табыңыз дейді. Мынау 80 азайтылған 2 жердегі 16 32 бөлінген 8 неге тең? 80-нен 30 азайсақ 50, яғни 48, 8-ге бөлсек 6 метр секунд квадрат болады. Жақсы, осымен біздің сабағымыз бітті. Сау болыңыз.